Барлықтарыңа сәлем достар. Біз Шымкент қаласындағы Абай паркінің жанындағы көрмеге барған болатынбыз. Бұл көрменің аты саяси қуғын-сүргін құрбандарының музейі екен. Просто так өзім түсірмей, просто так түсіп шығасыз. Бұл жерде жүргенімді түсіресің ғой, былай аңғылы көрдім, ол каждый бәрін түсіресің, мен жүремін бұл жерде. Мына светтің жанып тұрған жаман екен да. Оля. Калькулятор маленький. Осылай ішінде адам көп болды. Музейдің ішінде. Және де бізге шағын ашаршылық туралы осындай кино көрсетті. Кино залы бар екен, және де көрмеде бар екен ішінде. Ей тәкаппар дүние, маған да бір қарашы. Танимысың сен мені? Мен қазақтың баласы. Мың өліп мың тірілген қазақ халқы өз тарихында талай нәубетті басынан өткерді. Ұлтымыздың жер бетінен жойылып кету қаупі төнген ашаршылықтың шығу себептерін түсіну үшін тарихқа зер салайық. Сіздерден үлкен бір бір-бірлеріңізге ешқандай сөйлемей, күлмей, тыныштық сақтап тұрсаңыздар, иә. Біз мына ашаршылыққа келдік. Енді бұл ашаршылық басталған жылы сол 25-ші жылы қазақ үкіметін басқарған Леонид Исаевич Голощекин деген келеді. Ол кезде біздің астанамыз Қызылорда болған, және сол Қызылорданың ауыл аймақтарын, аудандарын бәрін аралап, қазақ
Давай. Кет.